Курал айының 29-ында Өзбекистан өкіметінің Бухара қаласында халықлар ара дослық фестивалі озақ. Байрамның асыл мұрады халықларды біріктіру, татымлықты беркіту. Россиядан фестивальды белгілі ерші Жанна Мусаева қатнасақ. Амаламады болса, дослар телевидениеден етекшісі Даниал Исакаев жүргістейік. Бүгін Даниал бізде қонақта. Хош келдіңіз, Даниал. Әлігі заманда сіз Жанна екөңіз ұзақ yolға шығып, үлкен халықлар ара фестивальде қатнаспаға әзірленесіз. Солды да Бухарадың оның яшаушыларын қайдай саз шығармаларыдығы алып барасыз онда. Кімлер онда қатнасайқлар? Фестивальдің өлшемі? Сауығын шақырғаныңызға Света сізге келме әрдейімді бізге шатылы. Бізге де бек қуаныш болып біз шақырғанда Азиз Жорабаевты бар, онда Пенчек Силат спорт федерациясының етекшісі бізге хат язды, хат қаразылымыз білдірдік, жанымы мені шақырды. Сол үлкен фестиваль, халық арасында қатына фестиваль болайық. 5 ел онда келейік, Тәжікистан, Өзбекистан өзі бар онда, Қазақстан бар, Азербайджан, Россия. Россиядан біздің еліміздің ноғай халқымыздың Жанна Мусаева қатынас болайық, өз ерларын ерлейік. Екі ноғай ер, екі орыс ерлейік. Мені шақырды сол фестивальді жүргізтпеге. Маға бек сүйініш болды, басқа елді мен жүргізтпедім. Қазақстанда одейін болғамыз КВН-да, фестиваль ара болған жоқпын. Сол көрі бек сүйіндім. Алла бердіған болса, өзімізді көрсетерімізді орайым, емін ноғай халықты тек үй яқтан көрсетерімізді үмітім бар. Мені істіп, сізді Қарақалпаққа да шақырғанлар. Онда қайды мұратпын, қайды ниетпен барасыз? Қарақалпақ халық бізге бек ю халық, ноғайға тілімізді бір, дінімізді көп затымыз қосайды. Мен яңларда мен терекілден келдім. Онда екі біздің маданият құлықта бек сый адамдар бар. Нарбек Арсланы Муталапова, Яхия Таймасхан Кутайбердиев. Олар мен хабарланды, олар айттылар 35 жылдың арияында, 88 жылда ызғы қатынас болған. 35 жылда қатынасымыз жоқ. Сол көрі біз бірінші жолы үш жылардың ішінде қатынас болып тұрық. Азизға бізді шақырған адамға тіледік. Біздің ақымызды айтыңыз деп, маданият министрі Қарақалпаққа бізді шақырды. Сонда телевидение достар тобының арасында меморандум сонда соғылайық. Сонда да фестиваль болайық. Сонда да халық арасында, ама мен онда жүргізушті, мен онда Ноғайстанда айтып маға тіледілер. Мен әлі создыққа әзірленіп отырмын. Онда да өзіміз көрсетекіміз. Ол болайық бірінші үйін айда. Бізге Азиз хат yazған заманда телевидениенің атына yazды, маға етекшісінің атына yazды. Неге десе арамызда көп құсайтаған затлар бар. Мен ойлаймын, арамызда екі меморандум қосаяқпыз, біреу Ташкент қаласында, біреу Нүкіс қаласында. Біздің телеберулеріміз бар, оларға көрсетеріміз беркім оларға ярар. Олардың телеберулері бізде. Неге десе біздің каналымызда, Достар ТВ-да біраздан рубрика шаяқ түрк халық ерлары деп. Сонда мен ойлаймын, Өзбек халықтың, Қарақалпақ халықтың ерлары келістерді ойлаймын. Сол мұратында көріп тұрамыз шушында тұрып. Алла бұйыртса, қараушылардың саны да өсек сонда. Алла бұйыртқан болса. Басқа елдерге кетсе, біздің телевидениеде, сау дүнияда қарама болады. Үміттенім сөз боларды ойлаймын. Міне Бухара қала ақында айтқанда, мен онда бір неше кере, бір 5 кере болғаман, ол міне тап ертегеге түсесін. Сонда келсең, бұрынғы қалалар, сақланып қағанлар, түрлі музейлер. Солды да фестивальдің қалабында ел кезерлік қарарланғаным? Қарарланған, неге десе, мен бірінші сұрауым, Азиз шақырғанда мен айтам, Азиз, йоғым, қардашым демейтім. Бізді қыдыртарыма кістін. Қыдыртарымызды әлбетте деп айтты. Неге десе, мен Бухарада тек сізден басқа суретті көргім болды. Менің марадым бар еді, Бухарыма Самаркандта болмаға. Мен әлі Алла бұйыртқан болса, еу қарада бір имандан соң Бухара қаласын Алла бұйыртса болайқым. Оның ақында оқып басасам интернетті yazулы ашық асман астында музей деп, неге десе, ертегі сіз айтқылай, бек, спай, бек. Мен Иранда оғыдейін болғам, құсайды культуралар, Восток. Сол көрі бар онда Фидан ден городқа барияқымыз, Бухара ден городқа барияқымыз. Бізде екі фестиваль арасында екі бос күн бар. Сол бос күн бізге бұлар сөз берілер, сізді қыдыртарымыз, сол бізге бек үлкен күйіз, неге десе қыдырымыз келеді, соны жүріміз келеді. Амал болса, Ноғай керуан сарайға да кіріп шығыңыз. Алла бұйыртса кіріріміз, мен айтарым. Сізден бір салам беремін онда. Даниал, әнесі фестивальге әзірлену уақында айтқанда, әлбетте өзіміздің юртымызда, Россия құралында сен көплеген байрамларды, амалламаларды, түрлі затларды жүргістесін, міне мұнда үлкен өлшемге бірінші кере шығып жатырсың деп білемен, солды да бұқылыққа қалай әзірленесің?
Бұл қулыққа ушын айтсам жүрегім телезиді, қиын болады. Неге десе, былай заманда мен Россияда жүргенде, дом культурын ішін жүргізген заманда, амма бұл олай болаяқ үлкен стадион, 20 мың адам алдында мен бірде жүргізбегім. Маға бұл яңы дереже, егер мен өзім ойлайым сол дережеге етсем, соны көтерсем, мен арияқа дегетпен ма тыныш болды ойлайым. Соғыр әзіренім бек күшлі, кеше күндіз ойлап тұрам, қалай олар екен, не олар екен, бір түрк сөздер, нелер тавам сөйлемеге. Онда екі жүргізуші болайық, онда Азалия деп бар, өзбек қызы, ол өзбек тілінде, мен орыс тілінде жүргізді екенбіз, ойлайым, бүгінгі дейін танысқан жоқпыз. Соғын танысып, күндіз, кешкі жүргізді екенбіз. Даниэл, ұлы етімізлер сізге, біз сізді тек еңгулермен өз yurtumuzda сақлаймыз. Сізге сау болыңыз, мен ойлайым, ноғай халқы тек игі яғынан көрістерімізді үмітім бар.